Менің есімім Арсым Хамет, мен ортопедия саласында 10 жылдан астам жұмыс жасаймын. Балалардағы плоскостопиямен, вальгоспен, осылай омыртқалардың қисайғанымен жұмыс жасаймыз. Өзіміздің клиникамыз бар Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкент қалаларында қанша мың адамдарды баланың қалауымен емдедік. Сіздерге осы қарапайым тілде плоскостопияны, вальгосты қалай емдеуге болады, болмаса қалай тексеруге болады, жалпы не нәрсе екенін сіздерге толыққанды түсіндіргіміз келеді. Қараңыздар. Давай, түзе тұрамыз. Мына менің Юсуп дейтін ұлым. Бұл бала аяғында плоскостопиясы да бар, вальгосы де бар. Менің анамда плоскостопия болған, тұқым қуалаушылықтан маған келген, менде болды. Менің қазір ұлымда да бар. Сол нәрсемен кішкентай кезінен біз жұмыс жасап жатырмыз. Қазір көргендеріңіздей балам жасы 6-та, бірақ өте жақсы результаттар болып жатыр. Себебі генетикалық плоскостопиялар ол кетіп болмайды, ол проблемный негізінде ше. Вальгос дегеніміз былай айтқанда ішке қарай майысу деген сөз ғой. Тобыққа қараңыздар, тобығы екі жағында бірдей болып тұр ғой. Мынаған қарасаңыздар, мына жақ тобығы ішке қарай көбірек кіріп тұр, мына жағында ондай емес. Яғни екі жағында тобық осылай тұр ғой, ровно, былай айтқанда. Біздің балаңғы былай ішке қарай кіргеннен мына жағына қарай ішке қарай майысып кетіп жатыр, Енді тобық майысқаннан кейін мына жерде ладевидный кость дейді. Мынаның барлығы төмен қарай түсе бастайды осылай қарай. Мына өкшесін қараңыз. Өкшесі бүйтіп нормада тұру керек еді ғой. Мынау былай нормада, мынау ішке қарай кірді тобығы, өкшесі автомат сыртқа қарай қисайды. Яғни мінекей сыртқа қарай қисайған көрдіңіз, сыртқа қарай қисайып тұр. Осы үш нәрсеге қарап, тобықтың ішке қарай майысқанын, ладевидный косттың астына түсіп тұрғанын, өкшенің сыртқа шығып тұрғанын біз қараймыз да, баланың аяғында вальгос бар екен деп айтамыз. Яғни ішке қарай майысу бар екен деп айтамыз. Дальше ары қарай кеттік. Енді мынау плантоскоп дейтін аппарат қой. Бұл астыңғы жағын қарасаңыз, полный көрініп тұр, степенде көрініп тұрады былай қарай. Ішке қарай басылып тұр аяқтары. Мына ішке қарай басылып, не үшін басылып тұр? Біздің баланың аяғында кішкене плоскостопия бар. Плоскостопия дегеніміз сол майтабан дейміз, жалпақ табан деп жатамыз, майтабан деп жатамыз. Бұл енді тұқым қуалаушылықтан келіп тұрған майтабан. Бұны емдеу өте қиындау болады. Енді қараңыздар, мына бізде вальгос мысалы не үшін болады деп, ішке қарай майысу не үшін болады? Балада бұлшықеттеріміз әлсіз болады ғой? Әлсіз болған кезде, ішкі бұлшықеттеріміз әлсіз болған кезде баланың былай айтқанда вальгос тобықтарын ұстай алмай қалады. Былай айтқанда үстіңгі жағында бұлшықеттер жақсы болып тұр ғой, мынау үстіңгі жағында мышцалар әлсіреген кезде бүйтіп ішіне қарай кіре басады. Ішіне қарай всегда басып жүргеннен кейін былай айтқанда мына бұлшықеттердің жұмысы істен шығады ғой. Сол нәрсені бізде жақсарту керек. Сол кезде біздің вальгосымыз кетеді, Енді ішке басқан себепті балалардың аяқтарында қарасаңыздар, тізелер бір-біріне қосылып жатыр, Мынау негізінде иксообразен деп аталмайды, бірақ көрінісі иксообразен сияқты болып тұр. Не үшін бұл болып жатыр? Себебі астыңғы жағында проблема болғасын. Мына жер дұрысталса, қараңызшы, мына бүйтіп ровно қоятын болсақ, тобығын нормада қоятын болсақ, мына жағы нормаға келді. Жібереміз, қайтадан ішке қарай кетеді. Мінекей вальгос көрдіңіздер ғой, Міне ровно жібереміз, ішке қарай кетті. Солай ол X тәрізді бола бастайды. Яғни ішке қарай всегда басып жүргеннен кейін сосын не істейді балалар? Жүрген кезде аяғым шаршайды дейді, аяғым ауырады дейді, көп жүгіре алмайды, көп жүре алмайды. Сосын оны ата-аналар не деп ойлайды? Мына еркелеп жүр дейді ғой бала. Біздің бала ерке дейді. Көше шықса көтеріш деп айтады дейді, оны еркелік деп қабылдау мүмкін. Бұл еркелік емес, ол шынымен көтер деп жатса, аяқтары шаршап жатыр. Себебі бала ішке қарай басып жүргенде өте ауыр. Өзіңіз болсаңыз үйде тұрып, просто ішке қарай аяғыңызды басып қарасаңыз, қандай напряжение болатынын өзіңіз толыққанды білесіз. Жалпы табанның үш зонасы бар, ол өзі салмақ түсетін. Бізде былай айтқанда алдыңғы жағына қарай көбірек салмақ түсіп кетіп жатыр ғой. Дальше кеттік ары қарай. Енді эффект домино дейтін нәрсе болады ғой. Ішке қарай басылғаннан кейін ол иксообразный болады, одан кейін ол тазына қарай бара бастайды. Тазында кішкене изменение бола бастайды, жамбастарында. Жамбасынан кейін үстіне тұрған омыртқасы, сосын омыртқасында да сәл-пәл проблемалар бола бастайды. Осы нәрсемен көбірек жұмыс жасау керек. Біз кішкентай кезінен білдік осылай плоскостопия болатын, себебі ол көрініп те тұрды бізге. Біздер витаминдерін іштік, кішкентай кезінен бассейнге барып суға үйреттім өзім. Мен бұл баланы 1,5-2 айлығынан бастап даже суға сүріп үйреттім бұл жігітті. Сөйтіп әбден суға үйреттім. Бұл 1,5 жасында уже суға бару, бассейнге бару, суға түсу бұған ешқандай проблема болған жоқ. Садигіне бар, садиктің ішінде де бассейн болды. Қазір садигінің бәрін тамамдады, бірақ әлде де қазір бассейнге барып әбден жүзіп бәрін үйренді. Су болмаса бұл бала сұрай бастайды. Қашан барам? Шаршадың ба? Отырғың келіп тұр ма? Отыра. Ата-аналарға айтшы, қалай ауырады енді аяқтарың?
Қандай кезде ауыратын еді? Жүгіргенде, жүргенде аяғым шаршап қалатын дейді. Шаршап қалатын еді, Иә. Аха. Сосын бассейнге барып жүрдік, сосын витаминдер ішіп жүрдік. Қазір ішесің бе витаминдер? Иә. Витамин ішпеген негізінде уақыты болған жоқ. Жалпы айтады ғой, мысалы жазда дейді, қыста дейді, көктемде дейді, күзде дейді, жалпы бір уақытта болады, бір уақытта болмайды. Жалпы біз 4 мезгілде де іштік. Қысты болсын, жазы болсын, әлі күнге дейін витаминдерін ішеді. Бассейніне барады деп айттық. Лечениесін толыққандалады, яғни енді біздің өзіміз специалист мамандарымыз бар. Каждый 2 ай сайын массажын алып тұрды, ЛФК-ларын сатып тұрды, және де үй жағдайында да ЛФК-лар сатамыз. Және де маңызды нәрселер бар ғой, аяқ киім. Аяқ киімдер жақсылап таңдау керек, аяқ киімдер жақсылап кию керек, аяғының ұлтарағымен жүрді. Сөйтіп қазір Аллаға шүкір баламның аяғы жақсара бастады. Бұрынғысына қараған кезде Аллаға шүкір өте жақсы болып қалды. Ұлтарақ киіп жүру қиын ба, әлде нормально ба, үйрендің ба? Үйрендім. Үйрендің, иә? Футбол ойнаған кезде қалай аяғың? Жақсы. Жақсы, иә? Бір кезде бүйтіп аяғыммен теуіп қаламын. Теуіп алмай қаламын. Теуіп алмай қаласың ба? Енді оған қатысты емес ол. Все, құрметті аталар, парақшамызда міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алла қаласа, сіздерге пайдалы ақпараттардың баршасымен бөлісіп отырамыз. Плоскостопияға қатысты, балалардың денсаулықтарына қатысты, ЛФК-ларға қатысты, не жағдай бар балаларға қатысты, соның барлығын Алла қаласа парақшамызда салып отырамыз. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.